22 қаңтар күні Елбасы кітапханасында Астана және Алматы қалалары мектептерінің оқушылары, жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттарына арналған кәсіби және тиімді мемлекет атты семинар өтті. Шара ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналды. Семинар жұмысына Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Асхат Күзеков, Еуропалық құқық және адам құқықтары сарапшылық институтының директоры Марат Башимов, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Зиябек Кабулдинов, Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының қызметкерлері, Елбасы кітапханасы жанындағы Кемел ел мәдени ағартушылық жұмыс және жастарға тәрбие беру орталығының мүшелері, жас ұйымның көшбасшылары мен бақ өкілдері қатысты. Жас патриоттар алдында Елбасы кітапханасының ғылыми қызметкерлері баяндама жасап, тарих ғылымдарының кандидаты Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті Бағыш Ғабдуллинаның Қазақстан Республикасының мемлекеттік билігіндегі реформаның мәні тақырыбындағы дәрісі 5 институционалды реформаның ұлт жоспары 100 нақты қадам аясында мемлекеттік қызмет саласындағы өзгерістерді түсіндіруге арналды. Заң ғылымдарының кандидаты Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік білім академиясының доценті Нұржан Жапарқұл Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысы тақырыбы бойынша жасаған баяндамасында республиканың заңнамалық базасын қалыптастырудың негізгі кезеңдері, жаңа бағдарламалық құжаттардың мән-мағынасы туралы айтып берді. Іс-шараның құрметті қонақтары мен қатысушылары жастарға ақыл кеңестерін айтып, жастарды елде жүріп жатқан реформаларға қолдау көрсетуге шақырды. Өмірде көрген жеке тәжірибелермен бөлісті. Семинардың жоғары деңгейде өтуі және жастарға беретін практикалық мәні туралы сөз сөйлеген Зиябек Кабулдинов, Елбасы кітапханасы патриот жастарды тәрбиелейтін орталық деді. Сіздерге мыңдаған алғысымды айтамын.